Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет, дәмді болып шығатын әрі тойымды тамақ, пигуди тамақтарын жасайтын боламыз. Ал онда бастайық. Мен керек массалардың бәрін өлшеп дайындап алдым. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға сүтімізді қоямыз. 500 мг сүт, сонымен қайнап тұрған ыстық суды құйдым. Оның үстіне азырақ ақ майымызды құйдым. Ақ майымыздан кейін тұзымызды, дрожжымызды салған боламыз. Біздің үйде дрожж көп қолданылмайды. Осындай булочка, пигуди тамақтарға ғана болмаса, нанды дрожжсыз жейтін болғанымыз себепті дрожж көп әкелмеймін. Осындай кіші пачкадан әкеп қолданамыз. Осылай ұнымызды аз-аздан салып, орташа жұмсақтықта қамыр илеп алатын боламыз. Сіздерге ұнайтын сөзсіз өте тойымды тамақ. Ал мен қамырымды илеп дайындап қойдым. Қамыры илеп болғаннан кейін үстіне азырақ ақ май жағып, бетін жауып, орап қоятын боламыз. Жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымды илеп болғаннан соң салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына бізге капуста, орама жапырақ және пияз, тартылған ет керек болады. Алдымен орама жапырағымызды өте ұсақтап тураймыз барынша. Орама жапырақтарымыз турап алатын боламыз. Ең алдымен осылайша көлемдерін өздеріңіз еріктеріңіз, бірақ барынша ұсақтап тураған дұрыс. Орама жапырақтарымыз турап алғаннан кейін оған азырақ тұз араластырып, әбден мұжып, тындырып қоятын боламыз. Сонда капустамыз жұмсарып, сулары бөлініп, әдемі болып тұрады. Сондықтан мен ең алдымен капустадан бастаймыз дегенім. Соның үшін пиязымызды турап болғанша, капустамыз жұмсарып, әдемі болып қалады. Шамалы уақытты алады демесе, өте тойымды тамақ екен. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасап көріп жатсаңыздар, лайк басып, комментария қалдыруларыңызды сұраймын. Осылайша мен капустамды да турап болып қалдым. Мен өзіміздің салмағы бойынша есептеп 4 лист шықты менде. Осылай капустамыз турап болдым. Турап болғаннан кейін оның үстіне тұзымызды салып жатырмын. Видеода толық бәрі көрсетілген. Қалай жасалып жатқаны, видеоны толық көріп, керекті маңызды жерлерін өткізіп алмауларыңызды сұраймын. Енді капустамызды жақсылап мұжып қойғаннан кейін оның үстіне осындай пияздарымызды турап алатын боламыз. Осылайша пияздарды турап дайын қылып аламыз. Осы арада қамырымызды бір қайтара жақсылап илеп алатын боламыз. Қанша тұрып, қанған қамыр басқаша болады. Жұмсақ әрі әдемі болып көпсейді. Осылайша мен пияздарымды бірінен кейін бірін турап дайын қылып алған болатынмын. Мені көріп тұрғандарыңызда пияздарымды дайын. Пиязымның үстіне осындай тартылған етімді салдым. Тартылған еттен кейін үстінен өзіміз ұнататын қара бұрышты және тұзымызды салатын боламын. Тұзды азырақ саламыз, өйткені бірінші капустамызға тұз салған кезде соның жоба есептеп тағы азырақ тұз салатын боламыз. Тұз салғанымыздан кейін тұзбен етімізді жақсылап мұжып араластырып алатын боламыз. Мені көріп тұрғандарыңызда менде дайын. Мен сіздерде уақытымды алмайын деп бірден 3 листім түйіп, соңғы листімге келгенде видеоны түсірген болатынмын. Мен уже 4 лист пигудилерді түйіп дайындап қойдым. Қамырларымызды кішкентай зуалаға алып, осылай жұқартып жайып, оның ортасына салмамыз салып, түйіп шығатын боламыз. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Оны өріп, басқаша түйудің де қажет жоқ. Кәдімгі басын біріктіріп түйіп қойсаңыздар болады.
Сосын піскеннен кейін оның ортасын ашуға өте ыңғайлы болады осылай істесеңіздер. Мен өйткені ортасын ашып жасаймын көбінесе. Ортасына салат саламын. Маған осылай салатпен салып жасап жеген ұнайды. Салатсыз жесеңіздер де дәмі әдемі, бірақ өзіме көбінесе морковный салат салсаңыздар да керемет болады. Мен жай ғана помидор мен пияз турап, свежий салат сияқты бетіне салып ұсына салдым. Бетіне майонез, кетчуппен жесеңіздер, одан да күшті дәмі ерекше болады. Осылайша міне мен сіздерге түйіп көрсетіп жатырмын соңғы листімді. Әр қамырды осылай бөлек-бөлек шайып, бөлек-бөлек түйіп аламыз. Мәнтеде жәулік шайсақ, бұда каждый штугын бөліп жаямыз. Осылай менің пигудилерім дайын. Менің мынау қазір істеген пигудиім, байқасаңыздар, әлі көтерілген жоқ. Пигудилеріміз түйіп дайындап алғаннан кейін оның бетіне міндетті түрде ақ майды жағыңыздар, әлбесе сәл кеуіңкі болып қалады. Ақ май жақсаңыздар, әдемі болып жылтырап тұрады. Міне мен одан алдыңғы істеген пигудилерім көтеріліп, керемет болған. Осылайша мен 4 лист пигуди істеп алдым. Пигудилерді арасын қатты жабыстырудың қажеті жоқ, ол өйткені ісінеді. Ісінген кезде бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Ал менің піскендегі пигудилерім пісіп дайын болды. Мені ортасын ашып, мен кәдімгі помидор огурцы салаттарымды ортасына салып шығатын боламын. Бізге және үйшімізге осылай салатпен араластырып жеген ұнайды. Әсіресе морковный салат салсаңыздар, одан да күшті болады. Осылай мен тек үшеуін ғана ортасын ашып, салатымды салып көрсеттім сіздерге. Міне көріп тұрғандарыңыздай салатымды салып алдым. 4-шісін ашпай қойсайын деп қалған екен. Осылай қалған дұрыс-ау деп ашқан жоқпын. Сіздер салатпен жесеңіздер де, жай ғана майонез кетчуппен қосып жесеңіздер де, бәрібір дәмі сол қалыпты болады. Осылайша мен кетчуп майонезімді алдымен қысып алдым бетіне. Одан кейін кетчупымды салатын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай жасау жол оп-оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Комментария қалдырып тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Алдағы уақытта осындай жеңіл, оңай әрі тойымды рецептермен бөлісетін боламын. Менің арнамнан ұзақтамаңыздар. Сіздермен болған Гүлбахар. Қош болыңыздар.